Бүгінгі сабақта біз тойбастарға арналған конфеттер жасайтын боламыз. Ол үшін қандай форманы алған дұрыс, сол жағынан көрсеткім келіп отыр. Бұл менде поликарбонатный форма, ячейкалары конфеттері кішкентай болып келеді, бірақ тойбастарға да қолдануға болады. Бірақ вообще конфеттер ішінде, коробканың ішінде өте кішкентай болып көрініп қалады. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, 3,5 конфеттің бізде диаметрі 3,5 болып келеді. Ал тойбастардағы конфеттерге осындай полусфералардың формалары жақсы негізі. Мына поликарбонатныйдан біз шоколад толығымен қатып біткенше тосып отырамыз. Яғни кішкене қатқан шоколад бұдан шықпайды, яғни толығымен қатқаннан кейін ғана ол шоколад бұл поликарбонатный формадан тез шығады. Ал мына, например, силиконовый формада біз кішкене қатқаннан кейін сразу ала берсек болады. Сол жағынан силиконовый форманы қолдану оңайырақ және тез болып келеді. Қараңыздар, бұндай форманы мен кондитерлік магазиннен алдым. Бұның диаметрі енді қараңыздар 5 см. 5 см көрсетіліп тұр. Бұның ішіне астына начинкасын салып істеуге болады, немесе үстіне начинкасын салып істеуге болады. Осындай форманы алып қойсаңыздар жақсы, қымбат емес. Тағы да міне тойбастарға осындай 4 бұрыш конфеттер жасауға болады. Бұл жерде қарасақ, тоже диаметр где-то бізде 5 см болады. Міне қараңыздар. Зато сіздің конфеттеріңіз осындай коробканың ішінде әдемі көрінеді. То есть бізге мына астындағы буквалар керек емес. Біз бұнда шоколадымызды құямыз да бетінен әсемдейтін боламыз. Енді қазір осындай конфеттерге арналған капсулалар керек. Капсуланың размері бізде 8 см. Бұны мен тоже кондитерлік магазиннен алдым. Қарап отырсаңыздар, мен көбінесе осындай силиконовый формаларды қолданамын. Өйткені көп оптом заказ түскен кезде сіз шоколадты тез сондай силиконовый формадан шығара саласыздар. Ал поликарбонатный формадан шығару тез шығарғанға сізде шықпайды. Яғни бұл жерде шоколад 1 сағатқа дейін қату қажет. 1 сағатта толығымен қатып стабилизация болғаннан кейін ғана бұл поликарбонатный форма шоколадты жіберетін болады. Оған дейін бұл шоколадты жібермей қояды. Яғни бұдан шоколадты шығару кішкене қиындау болады. Қазір біз конфет жасайтын боламыз. Ол үшін мен Калибаут шоколадын қолданамын. Бұл конфеттер, гүлдер менде алдыңғы заказдан қалып қойған болатын. Соларды қолданса болады. Яғни бізде қандай да бір шоколад, ешқандай начинкасыз, ешқандай кондуринсіз қолданған шоколадыңыз қалса, оны қайтадан темперировать етіп жұмыс істей берсеңіз болады. Қазір мен енді конфеттерге 200 грамм шоколад аламын. Не қарадыңыздар. 200 грамм шоколадты өлшеп алдым. Қазір біз пассив әдісімен темперирование жасаймыз. Енді бөлек ыдысқа мен 50 граммды өлшеп аламын. Яғни қараңыздар, бұл жерде пассив әдісі дегеніміз общий массаның 25%-ын біз бөлек аламыз. Яғни біз бұл ақ шоколадты қазір 40-45 градусқа дейін микроволновкада ерітеміз. Еріген шоколадқа осы 25%-ын қосатын боламыз. Бұл 25%-ын біз бөлек алып қоямыз. Тоңазытқышқа алып қойсаңыз негізі жақсы. Яғни еріген шоколадқа біз суық галеттарды салған кезде бізде пассив әдісімен темперирование процесі болады. Мен шоколадты микроволновкада ерітетін боламын. Егер де микроволновкамен жұмыс істемеймін десеңіз, онда сіз водяной баняда да ерітсеңіз болады. Қараңыздар, мен микроволновкада ерітіп жатырмын. Әрбір 20-30 секунд сайын басында біз шоколадты шығарып, оны жақсылап отырып араластырамыз. Егер де микроволновкада еріткім келмейді десеңіз, онда сіз водяной баняда ерітсеңіз болады. Маған өзіме осы микроволновкада істеген оңай. Сондықтан мен микроволновкада істеймін. Қараңыздар, бізде қолданатын ыдысымыз, қолданатын лопаткамыз барлығы бізде құрғақ болу керек. Егер де бір тамшы су тиіп кетсе, біздің шоколадымыз свернется, яғни дұрыс темперирование болмай қалады. Одан кейін шоколадымыз еритін болады. Шоколадтың беті бұзылып кетеді, түрі. Сондықтан біздің шоколадқа вообще су тимеу керек. Енді бізде осы шоколадымыз әрбір 20 секунд сайын микроволновкада қыздырамыз, шығарамыз, араластырамыз. Солай біздің шоколадымыз толығымен еру керек. Ери бастаған кезде біз оның
температурасын өлшеп отырамыз. Яғни еріген шоколадымыздың температурасы 40-45 градустан аспауы қажет. Енді қараңыздар, бізде шоколадымыз еріп келе жатыр. Жақсылап отырып араластырамыз да, кейін оның температурасын өлшейміз. Яғни біздің еріген шоколадымыздың температурасы 40-45 градус болу керек. Қазір бізде 37 деп көрсетіп тұр. Мен оны қазір тағы да микроволновкаға саламын. Бір 5 секундқа қоямын, жеткілікті болады. Температурасын сіздер пирометрмен өлшесеңіздер болады, немесе игольчатый термометрмен. Пирометрмен бізде тез өлшенеді, өйткені ол электронный болып келеді. Ал игольчатый термометр кішкене оның температурасын көрсеткенше тосып тұруымыз қажет. Міне қараңыздар, жақсылап отырып араластырамыз шоколадымызды, өлшейміз. Бізде қазір 42 градусты көрсетіп тұр. Енді жаңағы біздің 25%-ын осы шоколадтың үстіне салатын боламыз. Жаңағы міне еріген шоколадымыздың үстіне ерімеген коллеттарымызды салып, жақсылап отырып араластырамыз. Сол кезде біздің шоколадымыздың температурасы түсе бастайды. Бұл бізде пассив әдісімен темперирование деп аталады. Енді қараңыздар, бұл жерде біз тез-тез жұмыс істеуіміз керек, араластыруды да, яғни барлығы бізде тез-тез болу керек. Жай ғана коллеттарды салып қойып, кетіп қалмаймыз. Шоколадпен біз әрдайым осылай жұмыс істеп тұруымыз керек. Одан кейін қазір коллеттар толығымен ергеннен кейін біз оның температурасын өлшейміз. Ақ шоколадтың рабочая температура дейді 29-31 градусқа дейін. Яғни 29-дан 31 градус аралығына дейін төмендесе, сіз бұл шоколадпен жұмыс істей берсеңіз болады. Біздің коллеттарымыз толығымен ергенше біз шоколадымызды араластырып тұрамыз. Қарасаңыздар, ішінде кішкене әлі ермеген коллеттар бар. Оны жақсылап отырып араластырып, өстіп температурасын төмендетеміз. Яғни шоколадпен жұмыс істеген кезде үйдің температурасы да маңызды болып келеді. Яғни үйдің ішінде қатты влажность болмау керек. Яғни сіз бір жақта тамақ пісіріп жатып, тамақтың буының жанында шоколадты темперировать етіп тұрсаңыз, сізде шоколадыңыз темперироваться етпейді. Одан кейін шоколадыңыз қолыңызда еритін болады, немесе бөлме температурасында еріп кететін болады. Сондықтан салқын бөлмеде жұмыс істесеңіздер, өздеріңізге де ыңғайлы және жұмыстарыңыз да тез бітетін болады. Енді қараңыздар, бізде барлығы еріді. Шоколадымыздың температурасы 31-8 деп көрсетіп тұр. Жеткілікті, тағы да кішкене араластырып жіберсек болады. 31-ге дейін төмендетіп. Немесе сіздерде өстіп шоколадыңыздың толығымен коллеттер ергеннен кейін температурасы 32 деп көрсетіп тұрса, 32-33 деп көрсетіп тұрса, онда тағы да 1-2-3 салқын коллетті салып жіберсеңіздер болады. Не қараңыздар. Енді осы шоколадпен жұмыс істей берсе болады. Шоколадымызды осылай кондитерлік мешокқа құйып аламыз, сол кезде бізге жұмыс істеу ыңғайлы болады. Қараңыздар, начинкасын астына қалдыруға болады, немесе начинкасын үстіне салуға болады. Өздеріңізге қалай ұнайды, солай істесеңіздер болады. Қазір мен сіздерге екі вариантты да көрсететін боламын. Шоколадым қазір ағып кетпеу үшін мен осылай зажаммен қазір қысып қоямын мына жағынан. Енді қараңыздар, начинкасы бізде былай как будто бет жағында көрініп тұрсын десеңіздер, онда қараңыздар. Бұл жерде начинка ретінде бізде всегда жұмсақ дрожжеларды қолданамыз. Бұл менде дрожжи Мона Лиза калибауттікі өте дәмді. Обычный бізде глазированный, бұл бізде дрожжелар тоже жұмсақ. Обязательно жұмсақтарын қолданамыз. Өйткені конфет жеген кезде тісімізді ауыртылмау үшін. Әртүрлі сублимацияны қолданамыз. Бұл менде қарақат, клубниканы қолданса болады. Осындай малина аз түрінде қалды менде. И осындай мелкий малинаны қолдануға болады. Және де тыквенные семечки бізге керек, орехтар керек әртүрлі. И мынандай кедровый орешки тоже жақсы көрінеді конфеттің үстінде. Орехтарды мен алдын ала жуып алдым. Алдыңғы сабақтарда көрсеткен болатынмын. Орехтарды енді салғанда бөліп салсаңыздар болады. Немесе бетіне салғанда осылай целый түрінде де салса болады. Мен сіздерге қазір начинкасы астыңғы жағын көрсетемін. Ол үшін мен орехты осындай грецкий орех болса да, қандай орех сізде бар, соны бөліп салатын боламыз. Можно кешью орехи, әдемі көрінеді өте. Кедровый орехтарды салсаңыздар болады. Оның барлығын осылай бөліп саламыз.
Оның жанына обязательно какой-нибудь темный нені саламыз, иә. Бұл жерде қараңыздар, өзіңіздің конфеттеріңіздің, шоколадыңыздың түсіне соған байланысты салсаңыздар жақсы негізі. Егер де сізде, например, менде бұл жерде жасылдау түсті шоколад, онда оған мен қазір алып сары немесе басқа осындай кондитерлік посыпкаларды қолдансам, менің конфеттерім қатты әдемі болмай қалады, иә. Бұл конфеттерді көбінесе тойбастарға заказ береді, сондықтан ұл бала болса енді көк конфетті қосуға болады, қыз бала болса қызыл, розовый конфеттерден жасауға болады. Оның барлығы енді өздеріңізге байланысты. Мен сіздерге осылай біріншісін көрсем, одан кейін не салдық. Арасына осындай посыпкаларды салса болады. Бұл кішірек посыпка. Бұл енді кішкене қаттылау, но сонда да бір-екеуін салса болады. Енді оның жанына кедровый орешки салсақ болады. Бұл жерде барлығын бір-бірінің үстіне тастай бермейміз, иә. Шет жақтарына да осылай қоямыз. Сол кезде біздің конфеттеріміз әдемі көрінеді, иә. Бір-бірінің үстіне тастасақ, біздің конфеттеріміздің әдемілігі көрінбей қалады. Әр түрлі шариктарды қолданса болады. Міне. Енді бұл жерге біз осындай нені, клубниканың слайсын салсақ болады, сублимированный, иә. Немесе басқа да бір немелерді салсаңыз болады. Бұл жерге салғанда біз бұны кішкене өгітіп салатын боламыз. Барлығын осылай саламыз. Енді бұның үстіне біз шоколадты құятын боламыз. Кондитерлік мешогымызды кесіп тастаймыз бас жағын. Шоколадымызды осы начинканың үстіне құятын боламыз. Қараңыздар, бұл жерде начинканы шоколадты құйғаннан кейін біз бұл форманы қозғалтпауымыз қажет, иә. Сондықтан сразу астыңғы жағына біз осындай тақтайымызды қойып аламыз. Яғни, егер де сіз көп қозғалтатын болсаңыз, сіздің мына немеңіз, начинкаңыз ортасына кетіп қалады да, шоколадтарыңыз сол начинканың бетін жауып тастайтын болады. Яғни, сіздің бұл салған орехтарыңыз, ештеңкелеріңіз көрінбей қалады. Міне. Кішкене осылай қозғалтып алуға болады. Осы күйінде біз оны тоңазытқышқа толығымен қатқанша алып қоямыз. Тағы бір конфеттер, бұл 4 бұрыш конфеттер жасаймыз. Ең бірінші біз шоколадымызды формаға құйып аламыз. Яғни мен қатты толтырып құймаймын, өйткені бұл жерде формалар үлкен. Одан кейін біз оның үстіне начинкаларымызды қазір салатын боламыз, иә. Барлығынан біз 6 конфет жасайтын боламыз қазір. Енді бұның үстіне біз қазір әртүрлі начинкаларды салатын боламыз. Бұны біз сублимацияны салсақ болады. Өзіңіздің қалауыңызбен, яғни. Бұл жерде енді барлығы өзіңіздің фантазияңызға байланысты барлығына салып шықсаңыз болады. Немесе жартысына бөлек, жартысына, например, орехтарды салсаңыз болады, иә. Міне қараңыздар. Бұл бізде миндаль орехін салып жатырмын мен. Орехтарымыз барлығы жуылған, тазаланған болу қажет. Кептірілгені болу қажет.
Міне қараңыздар, енді оның жанына осындай жаңағы біздің дрожжеларымызды саламыз. Бұл жерде енді әсем дегенде қараңыздар, осылай 3-4-еуін қана лақтыра салмаңыздар. Ішінде көп әртүрлі нелер болса, начинкалар болса, сіздің жасаған конфеттеріңіз одан да әдемі көрінеді, яғни одан да богато көрінетін болады. Осындай сублимированный қарақат салып қоям арасына мен. Өте әдемі, сочетание цветов, барлығы бір-біріне жақын болу қажет, сол жағына да қараймыз. Қазір мен кедровый орехтарды қосамын арасына конфеттерге. Міне қараңыздар, барлығын өстіп салып шығамыз. Міне қараңыздар, қазір енді осындай рисовый стружкаларды да салса болады. Енді бұның барлығын біз тоңазытқышқа толығымен қатқанша алып қоямыз. Қараңыздар, мынау бізде уже конфеттеріміз қатты толығымен. Енді қазір оны формадан шығарып, осындай капсулаларға салып, коробкаға жинайтын боламыз. Бұл жерде әртүрлі капсуланы қолдансаңыздар болады. Ақ түрін немесе қара түрін, өздеріңізге қайсысы ұнайды, соны қолдансаңыздар болады. Мен сіздерге қазір көрсетейін, міне конфеттер қандай болып шықты. Бұл жерде біз конфеттің артындағы буквасын көрсетпейміз, осылай салатын боламыз. Міне салдық мысалы. Бұл жерде әртүрлі түсте, әртүрлі шоколадтан жазсаңыздар болады. Мен сіздерге осы түрін көрсеттім. Ақ түрмен темперирование жасадым, немесе молочныймен жазсаңыздар болады. Ол өз қалауларыңыз. И желание клиента дейді ғой, міне қараңыздар. Өте әдемі, өте богато көрінеді. Мына бізде ақ шоколадтан жасалған. Міне бұлар бізде осы конфеттерге прям притык келіп тұрады. Бізде осы конфеттерде әртүрлі начинка, әртүрлі посыпкалар, өте әдемі, өте богато көрінеді. Қараңыздар, астына тишу қағазын салмай қойсаңыздар да болады, салсаңыздар да болады. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз. Қараңыздар, енді оның үстіне прозрачный немемізді крышкасын жауып, одан кейін лентамен байлайтын боламыз. Міне осындай бізде тойбастар пайда болды. Енді қазір мен сіздерге мына домалақ түрін көрсетейін. Міне бізде осындай конфеттер пайда болды. Оны да осындай капсулаға саламыз. Бұны кондуримен әдемілеп отырып брызги жасасаңыздар, немесе үстінен боясаңыздар, өте әдемі көрінеді. Конфеттер өте оңай алынады, өте әдемі. Қараңыздар, барлық начинкасы көрініп тұр. Енді бұны кондуримен бояса, одан да әдемі болып көрінеді. Қазір енді домалақ түрін жинауын көрсем тоже өте әдемі көрінетіне қараңыздар. Бұлардың размері осы немелерге прям идеально келеді. Именно осы қораптарға. Әртүрлі қораптар болады, ортасында біткен разделительдермен болады, соны алсаңыздар болады, немесе осындай қорапта алсаңыздар да болады. Қараңыздар, бізде сонда осындай әдемі конфеттер пайда болды. Осындай, и қараңыздар, осындай конфет.